Бәріне сәлем. Бүгінгі видеода сіздерге осындай бризоли тағамын дайындап көрсетемін. Бризоли тағамын дайындау үшін бізге алдымен фарш қажет, теркадан өткізілген пияз, тұз және қара бұрыш қажет болады. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Менің жасап жатқан рецептім бұл 2 адамға мөлшерленген рецепт. Егерде көбірек адамға жасағыңыз келсе, онда тура осы рецепті 2 немесе 3 есеге көбейтіп жасасаңыз болады. Енді фаршымызды 2-ге бөліп аламыз. Үстелге пищевая пленканы төсеп, соған бір бөлшегін салып, жақсылап думаландырамыз да, үстінен пищевая пленканы жауып, оқтауменен әдемілеп думалақ қылып жайып шығамыз. Мінекей фаршымызды осылай жайып алдық. Енді қазір біз қуырғанға жұмыртқа қажет болады. Осылай жұмыртқаны алдын ала араластырып дайындап аламыз. Енді келесі кезекте табамызға азырақ мөлшерде май құйып, бетіне жұмыртқаны салып, кішкене қуырып аламыз. Бір жұмыртқа негізі аз болады екен, 2 жұмыртқа қолдана бергендеріңіз дұрыс. Жұмыртқа кішкене піскеннен кейін үстіне жаңағы фаршымызды әдемілеп саламыз да, бетін жауып 7-8 минут өте баяу отта пісіреміз. 7-8 минут өткеннен кейін келесі бетіне аударамыз. Ол бетіменен де 7-8 минут өте баяу отта пісіреміз. Осымен біздің фаршымыз пісті. Енді қазір ішіне салатын салмаларын дайындаймыз. Енді ішіндегі салмаларын дайындайтын болсақ, майонезге аз мөлшерде чеснок және зелень салып, араластырып, бризолиміздің беткі қабатына толықтай жағып шығамыз. Майонезді жағып шыққаннан кейін үстіне осылай қиярменен қызанақты қойып шығып, бризолиді ораймыз. Енді бризолидің жанына мен әдетте гарнир ретінде кәдімгі суда қайнатылған күріш және пюре саламын. Және күріштің дәмі ерекше болып шығу үшін азын-аулақ жүгері араластырып беремін. Бризолидің үстіне кішкене кетчуп себеміз, сонымен біздің асымыз дайын.